Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Архимед заңы қалай ашылды. Бүгінгі сабақта сіздер Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру, судағы әртүрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылап және болжауды үйренесіздер. Балалар, сабаққа деген көңіл-күйіңіз қандай? Ең алдымен барлығымыз экранда шығып тұрған өлең жолдарын бірге оқиық, иә? Күннің нұры шашылсын, білімге жол ашылсын, көңіл күйің көтеріліп, ғылымға сапар басталсын. Бүгінгі сабақта тек қана сізге сәттілік тілеймін. Ал енді балалар, лампа әдісі арқылы топқа бөлінейік. Экранда берілген шамдарды жағу арқылы әрқайсыларыңыз 3 топқа бөлінесіздер. Сары бірінші топ болады, көк екінші топ болады, және де қызыл үшінші топ болады. Қанекей бөліне қояйық. Баса қойыңыздар экранды. Керемет, тамаша. Балалар, әр тапсырма орындаған сайын өздеріңізді термометр әдісі арқылы бағалауды ұмытпаңыздар. Сабақтың соңында балдарыңызды есептейтін боламыз. Ал енді балапандар, біз сіздерменен жыл мезгілдері тақырыбында спиннер әдісі арқылы үй жұмысын қайталап шығайық, иә? Алдарыңызда экранда берілген спиннер әдісі арқылы шеңберде жазылған сұрақтарға жауап берейік, иә? Ең бірінші сұрақ, жылдың қандай мезгілдері бар? Біз оны жақсы білеміз, иә? Бірінші сыныптан бастап айтып келе жатырмыз. Қанекей, кім айтады екен? Дұрыс айтасыздар, жылдың 4 мезгілі бар, иә? Атап өтейікші, қанекей. Қыс, көктем, жаз, күз мезгілі, иә? Тамаша, керемет, дұрыс айтасыздар. Жыл мезгілдерінің өзгеруі жердің қандай қозғалысына байланысты деп ойлайсыздар? Қанекей, ойланайық. Дұрыс айтасыздар. Тамаша, келесі кеттік. Саған қай жыл мезгілі ұнайды? Әрқайсыларың өзіңіздің бір ерекше сүйіп жақсы көретін жыл мезгілдеріңіз деп бар, иә? Біреуіңізге қыс ұнауы мүмкін, біреуіңізге көктем, біреуіңізге күз, біреуіңізге жаз деген сияқты, иә? Тамаша, керемет. Балалар, мен сіздерге бір жұмбақ жасырғым келіп отыр. Ол үшін ең алдымен теледидарға назар аударайық, иә? Қанекей, суға түсіп таптым деп, эврика деп шаттандым, ғылымға үлес қостым көп, жүрер көбі мақтанғып. Күштің заңын аштым мен, кіммін енді, тапшы сен. Қанекей балалар, кім айтады екен? Күштің заңын тапқан адам. Өзі оқымысты, ғалым. Иә, дұрыс айтасыздар, Архимед өте жақсы. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз да Архимедпен байланысты, иә? Тамаша. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіріп, судағы әртүрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжауды үйренесіздер. Ал енді балапандар, Архимед деген кім екенін білейік, иә? Ол үшін экранға назар аударайық. Архимед ежелгі грек ғалымы, математик, физик, инженер және өнертапқыш. Ол біздің заманымызға дейінгі 287-212 жылдар аралығында өмір сүрген. Архимед өз уақытында көптеген ғылыми жаңалықтар ашқан. Солардың ішінде ең белгілісі Архимед заңы. Архимед Сиракузы қаласында өмір сүрген. Ол суда жүзу заңын алғаш рет ашқан. Бір аңызға сәйкес, Архимед патшаның тәжінің таза алтыннан жасалған тексеру үшін бұл заңды ашқан екен. Ол ваннада жатып, судың оның денесін қалай көтеретінін байқап, эврика деп айқайлаған екен. Архимед заңы былай дейді: сұйықтыққа батырылған дене өзінің көлеміне тең сұйықтықты ығыстырып шығарады және осы көлемдегі сұйықтықтың салмағына тең көтеру күшіне ұшырайды. Бұл заң гидростатиканың негізін құрайды және көптеген физика құбылыстарды түсіндіреді екен. Ежелгі Грецияда бұл заңды кеме жасауда қолданған екен балалар. Қазіргі уақытта Архимед заңы кемелердің сүңгуірлердің және аэростаттардың құрылыстарында қолданылады екен.
Бұл заңның арқасында біз денелердің суда қалай жүзіп, қалай бататынын түсінетін боламыз. Архимед теориясын дәлелдеу үшін түрлі тәжірибелер жүргізіледі. Мысалы, суда жүзетін ойыншықтарды Архимедтің көтерілу күшін түсінуге болады. Мұндай тәжірибелерді үй жағдайында да жасалуы әбден мүмкін. Архимед заңы ғылымға үлкен әсер етті және көптеген салаларда қолданылады. Архимедтің ашқан жаңалықтың оның есімін мәңгілікке сақтап қалды және ол ғылым тарихында ерекше орын алады екен балалар. Осының барлығын есте сақтап жүрейік. Керемет балалар. Олай болса, бірінші тапсырмаға да келіп жетіппіз, Ол үшін мәтінді ең алдымен оқиық. Сиракуз деген ежелгі қалада Георон есімді патша тұрыпты. Ол әлемдегі ең керемет алтын тәж киюді армандапты. Бірде ол зергерді шақыртып алып, 10 фунт алтыннан тәж жасауды тапсырыпты. Зергер оның айтқан орындайды. Алайда патша тәждің таза алтыннан жасалғанына күмәнданады екен. Ол дереу Архимедке тәждің құрамында күміс қоспасы бар жоқтығын тексеруді тапсырады. Архимед қанша ойланса да мұның шешімін таппайды. Бір күні Архимед ваннаға түспек болып, оны ернеуіне дейін толтырады. Ол суға отырған кезде судың біразы сыртқа асып төгіледі. Бұл жағдай оны мазалап жүрген сұрақтың шешімін тауып береді. Архимед қуанғаннан «Эврика, Эврика, таптым!» деп айғай салыпты. Енді балалар, ойлаңыздаршы өздеріңіз. Эврикаға қарап, қандай мағына береді? Білесіздер ме? Дұрыс айтасыздар. Эврика деген таптым деген мағына береді екен. Олай болса, енді Архимедтің өзін тыңдайық. Архимед заңның ашылу тарихын қалай шыққанын бірге білейіксіздер менен. Мен сіздерге Архимед заңының ашылу тарихын айтып беретін боламын. Зергерлер Герон патшаға алтын тәж жасады. Патша тәждің таза алтыннан жасалғанын анықтау мақсатында мені шақырды. Тәждің массасын өлшеу қиынға соқпады. Металдың тығыздығын есептеу және оның таза алтын екенін анықтау үшін тәждің көлемін анықтау қажет болды. Әрі қарай, тәждің көлемін қалай анықтауға болатындығы туралы ойлармен айналысып, толтыра су құйылған ваннаға түскенде, ваннадағы судың біраз бөлігі жерге төгілгенін байқадым. Содан менің денемнің көлемі қандай болса, ығыстырылып шығарылған судың көлемі де дәл сондай болғаны. Егер тәжді шетіне дейін толтырылған бассейнге түсірсе, одан оның көлеміне тең су көлемін ығыстырады. Яғни, дене сұйықтыққа батырылса, дененің көлеміне тең сұйықтық көлемін ығыстыратынын анықтадым. Ваннадан шығып, «Эврика» деп айғайлап жүрдім. Жақсы, балалар. Енді сіздерменен бірге шынжырдағы берілген сұрақтарды оқып, жауап берейік, барлығымыз бірге. Бірінші сұрақ. Георон патша қандай тәж киюді армандады? Қалай ойлайсыздар? Жаңа біз мәтінде оқыдық, таныстық. Яғни кім жауап береді? Ойланайық. Дұрыс айтасыздар, алтыннан жасалған тәж киюді армандапты. Тамаша. Келесі сұрақ. Патша тәждің құрамында не бар деп күдіктенді? Оңай сұрақ, кәнеки? Тәжші алтынның арасында күміс араласты деп күдіктеніпті. Керемет. Үшінші сұрақ. Архимедке патша қандай тапсырма берді? Қандай тапсырма береді екен? Дұрыс айтасыздар. Тәждің таза алтыннан жасалғанын анықтауды тапсырады екен, Тамаша. Төртінші сұрақ. Архимед ваннаға түскенде қандай құбылыс болды? Жаңа Архимедтің өзі айтып кетті, біз таныстырып. Кім жауап береді екен? Өте дұрыс айтасыздар. Ол суға кіргенде су көтеріліп, денені желдетіп тұрғанын байқайды екен. Және соңғы сұрағымыз біздің. Архимед ашқан жаңалығына қуанып не деп айғайлады екен? Қанеке, оңай сұрақ. Дұрыс айтасыздар, балалар. «Эврика, Эврика» деп айғайлайды, Эврика деген «мен таптым» деген одағай сөзді білдіреді, балалар. Есте сақтап жүрейік, жақсы ма? Ал енді, балалар, біз сіздерменен екінші тапсырмаға мұқият зер салайық. Зерттеу жұмысын бірге жасап көрейік, Ол үшін бізге бір стакан су, әр
әртүрлі көлемдегі шарлар, шариктар дейміз ғой, маркер қажет болады екен. Барлықтарыңыз алдыңыздар ма? Тамаша. Енді су құйылған стақанымызға ең алдымен бір шарикті салайық. Не байқадыңыздар? Салдыңыздар ма? Не байқадыңыздар, балалар? Дұрыс айтасыздар. Бір шарды салғанда судың көлемі көтерілді. Тамаша. Енді екінші шарды салайық. Салдыңыздар ғой, Үшінші шарды салайық. Төртіншіні және соңғы бесінші шарды салайық. Балалар, қандай өзгеріс болды? Не байқадыңыздар? Дәптерімізге түртіп жазып алайықшы. Не байқадыңыздар? Кәнекей? Дұрыс айтасыздар. Біз бірінші шарды салғанда судың көлемі көтерілді. Пластик шар болса батпайды. Өйткені не себептен? Оның денен салмағы мына судың ішіндегі Архимед күшінен жеңіл болса, ол қалқып тұрады, судың бетінде. Егер денен салмағы мен Архимед күшінің салмағы бірдей болса, ол судың ішінде жүреді. Ал егер де денен салмағы ауыр болса, мысалы пластиннен жасалған шар деп алайық, онда ол батып кетеді. Архимед күшінен басым болса, судың ішіне батып кетеді екен, Осыны әрдайым есімізде сақтап жүрейік. Архимед заңын, жақсы ма, балалар? Балапандар, енді келесі үшінші тапсырмаға ақылды қарға Архимед заңын қалай қолданып жатыр, соған зер салайықшы. Міне алдарыңызда сіздерде сурет тұр, Суретке қарап, ақылды қарға не істеді деп ойлайсыздар? Кәнекей, дұрыс айтасыздар. Ақылды қарғаның шөлдеді, су ішкісі келді. Сол себептен ол құмыраға не істейді? Тұмсығын салғанымен оның тұмсығы сыймайды, Сол себептен ол ең алдымен тас лақтырады. Содан кейін судың ернеуі не істейді, бағана біз айтқандай? Көтеріледі, су көтеріледі. Сосын қарға құмыраның бетіне тұрып, суды ішеді екен, Ал енді өздеріңіз айтыңыздаршы, қандай заңды қолданар едіңіздер бұның орнында? Берілген тапсырманы толтырып, жазып, мысалдар келтіріп, дәптерге түсіріп алайық. Балалар, енді төртінші тапсырмада хауызға тас лақтырса, оның суының деңгейі қалай өзгереді? Қалай ойлайсыздар? Кім айтады, Қанеке? Дұрыс айтасыздар. Су деңгейі көтеріледі. Не себептен? Себебі тас ауыр. Архимед заңын, балалар, еске түсірейік. Денен салмағы ауыр болса, онда тас батып кетеді де, судың деңгейі көтеріледі. Архимед заңы арқылы адамдар кемені ойлап тапты. Кеме Архимед заңына сүйене отырып шығарылған екен. Балалар, сіздер білесіздер ме? Архимедтің ашқан жаңалығын зерттеу үшін Архимед шелегі деген құрал қолданылады екен. Ал енді сіздер есте сақтап жүріңіздер, суға батырылған дененің көлемі қандай болса, дәл сондай көлемде су ығысып шығады екен. Балапандар, енді біз қазірмен сергіту сәтін қайталайық, қазір экранда берілетін нейрожаттығуларды бірге қайталап шығайық.山腰看太阳落下去又回来，世界太多美妙。蝴蝶跳着动人的舞蹈，它的秘密没有人知道。美丽的白云悄悄哭泣，那是雨水的味道。Оқушылар, біз бағана сіздермен сабақтың басында 3 топқа бөліндік, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, яғни лампа жағу арқылы, Сол себепті қазір бірінші топ сіздерге тапсырма. Сіздер қазір бірінші сөйлемдердің жартысын екінші қатардағы сөйлемдермен сәйкестендіресіздер. Мысалы, Архимед шомылып жатқан кезде бұл заңды ашты. Сұрақ: Архимед қай жерде шомылып жатқан? Және де сәйкесінше жауап ваннада, яғни Архимед
ваннада шомылып жатқан кезде бұл заңды ашты. Келесі сұрақтың қалған екінші, үшінші, төртінші сұрақтарды, сөйлемдерді сәйкестендіресіздер. Ал енді екінші топтың тапсырмасы. Сіздерде тәжірибе жасау керексіздер. Архимед күшінің әртүрлі заттарға әсерін бақыла дейді. Ол үшін біз өзімізбен тас, жұмыртқа, пластилин, губканы алып зерттеп көрейік, Мысалға тасты алайық. Ол суға батып кетті. Не себептен? Себебі оның салмағы Архимед күшінен көп болып тұр. Жақсы. Екінші мысалға губка деп алайық, күнделікті көріп жүргендеріңіз. Салмағы жеңіл болған соң ол суға батпай, керісінше судың бетінде қалқып жүреді екен, Ал қалған жұмыртқа мен пластилинді өздеріңіз зерттеп, дәптерлеріңізге түртіп жазып алыңыздар. Үшінші топ сіздерге мынандай тапсырма. Тұжырымдамаларды толықтыр дейді. Бұл тұжырымдамаларды толықтыру кезінде сіздерге тірек сөздер берілген, артық, кем, тең, батып кетеді, жүзіп жүреді, қалқып шығады дегендей. Сол себепті сол тірек сөздерді көп нүктенің орнына қоясыздар. Егер дененің салмағы Архимедтік күштен кем болса, онда дене сұйық бетіне не істейді? Қалқып шығады, Ал дененің салмағы Архимедтік күштен кем болса, артық болса, батып кетеді деген сияқты, Қалғанын өздеріңіз жалғастырасыздар. Керемет, жақсы балалар. Енді біз сіздерменен робот әдісі арқылы сабақты қорытындылайық, Біз сабақта үнемі қолданамыз ғой. Ең алдымен не істейміз? Бізге робот сұрақтар беріпті. Сол сұрақтарға жауап берейік, Бірінші роботтың сұрағы: Архимед күші деген не? Қанеке, кім жауап береді? Архимед күші дегеніміз не? Біз бағанадан бері айтып жатырмыз, балалар? Айта қойыңыздаршы, кім айтады екен? Архимед күші сұйықтың денеге қарсы бағытта әсер ететін күші, Тамаша. Келесі сұрақ: егер дененің салмағы Архимед күшінен артық болса, не болады екен? Қанеке, дұрыс айтасыздар, балалар. Дене батып кетеді. Өте керемет. Үшінші сұрақ: қай жағдайда дене сұйық ішінде жүзіп жүреді? Қай жағдайда дедік біз? Егер де Архимед күші дене салмағымен тең болса, Тамаша, керемет жауап. Және соңғысы: Архимед заңы қай жерде пайдаланылды? Бағанадан бері айттық, Дұрыс айтасыздар. Кеме жасауда. Өте күшті, жарайсыздар, балалар. Жаңа біз айтқан сұрақтардың жауабын салыстырайық, Бізден дұрыс жауап бердік екен, балалар. Дене батып кетеді деп айттық, Архимед күшімен дене салмағы тең болған жағдайда дедік, Дене сұйық ішіне жүзіп жүреді дедік. Және де Архимед заңы кеме жасауда пайдаланады дедік. Өте дұрыс жауап беріпсіз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақтан алған тапсырмалар бойынша балдарымызды есептейік, кім қандай бал қойды өздеріне, Өздеріңіз бағалап жіберейік, кәнекей. Өте керемет. Барлықтарыңыз бүгін белсенді атсалысып қатысып отырдыңыздар. Ал енді оқушылар, біз сіздерменен қуат көзі әдісі арқылы бүгінгі сабақты қорытындылайық, Бүгінгі сабақта егер сіздерге барлығы түсінікті болып, барынша қуат көзін алдым деп ойласаңыздар, онда жасыл түсіні басасыздар. Ал егер де бүгінгі сабақта қуат көзін жеткілікті түрде ала алмадым десеңіздер, онда сары түсіні басасыздар. Ал егер де сіздер қуат көзін молынан ала алмай, мүлдем дым түсінбедім десеңіздер, онда сіздер қызыл түсіні басасыздар. Кәнеке, баса қойыңыздар экранға. Оқушылар, енді үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 70-71 беттегі жаңа тақырыпты оқып, мазмұн әңгімелейсіздер. Бүгінгі сабаққа өте белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.